Сәлем құрметті көрермендер, оқушылар, сіздермен әдеттегіден әдет ағайларыңыз. Және осы видеода біз сіздермен қызықты деген тақырыпты қозғайтын боламыз. Нақты айтқан кезде осы видеода біз сіздермен қазақ хандығы мен тәуелсіз Қазақстан екеуін салыстыратын боламыз. Ендеше бізде бірінші тақырыбымыз қазақ хандығы қалай құрылды, құрылған кезде қандай мақсаты болды, дәл сонымен бізде Қазақстан қалай құрылды және мақсаттары қандай болды, осыларға тоқталып кететін боламыз. Ең алдымен баршаңызға мәлім, қазақ хандығы 1465 жылы бізде Әбілқайыр хандығынан бөлініп кеткен Керей мен Жәнібек негізін қалаған болатын. Батыс Моғолстан жерінде бізде Шу мен Талас өзендерінің бойында Қозыбасы деген жерде құрылған болатын. Және де осы қазақ хандығы құрылған кездегі алға қойған мақсаттары қандай болды? Ең алдымен алға қойған мақсаттары ол бізде әрине қазақ руларының барлықтарын басын біріктіру болған еді оқушылар. Сол кезде мысалға бізде Әбілқайыр хандығынан 52 ру тайпа болып бөлініп кеттік, және де 200 мың халық болып бөлініп кеткен едік. Және де бастапқы мақсаттардың бірі ол бізде қазақ руларының басын біріктіру болған еді. Келесі мақсаттардың бірі ол бізде әрине дәстүрлі көшпелі мемлекетін қалыптастыру болған еді. Және де үшінші мақсаты сыртқы жауларынан елді қорғау болған еді. Сыртқы жаулар деген кезде оған бізде сол кездегі ойраттар, Әбілқайыр хандығы және де басқа хандықтардың барлықтары жатқан болатын. Және де осы алға қойған мақсаттар төңірегінде олар саясат жүргізді және нәтижесінде не болды? Осыған тоқталып кетеміз. Ең бірінші әрине бізде қазақ хандығы жылдам күшейген болатын. Өйткені идеология бір болған еді, мақсаты бір болған болатын, бір мүддеде жұмыс істеген болатын. Қазақ хандығы күшейді. Халық саны Қасым хан тұсында тіпті бізде 1 миллионға жеткен болатын. Ал әскер саны 300 мыңға жетті. Сол кезде Орта Азиядағы ең күшті мемлекет болған болатынбыз. Және де Орта Азиядағы ең мықты саяси күшке ие болды. Келесі екінші бізде қазақтардың этникалық тұтастығы қалыптасқан болатын. Оның ненің арқасында қалыптасты? Әрине бізде Әбілқайыр хандығының территориясынан бүкіл шығыс Персия қыпшақ жерін өзімізге қосып алған арқасында. Ал енді осы жердегі тәуелсіз Қазақстан қалай өзінің тәуелсіздігін алды? Осыған тоқталып кететін болсақ, барлықтарыңызға мәлім. Бізде 1991 жылы 16 желтоқсан күні бізде Кеңес одағынан ең соңғы болып біз шығып тәуелсіздігімізді алған болатынбыз. Және де бұл тәуелсіздікке біз оңай жеткен жоқпыз. Және де тәуелсіздікке жеткен өзінде бізде қандай мақсаттар қойған едік алдымызға? Осыға қазір тоқталып кететін боламыз. Ең алдымен, мысалға бізде бағана қазақ хандығы ең бірінші қойған мақсаты қазақ руларын басын біріктіру болған еді. Дәл осылай Қазақстанда тәуелсіздік алған кездегі басты мақсаты ұлттық этникалық тұтастықты сақтау болған еді. Неге? Өйткені бізде қазіргі таңда Қазақстанымыз көп ұлтты этникалық мемлекет болып табыламыз, иә? Сонымен қатар екінші мақсаты экономикалық және саяси тұрақтылықты сақтап қалу болды. Және үшінші халықаралық қауымдастықта өзіміздің нық орнымызды табу болған болатын. Енді осы жұмыстар, мақсаттар аясында біз жұмыс істеген арқасында қандай нәтижеге жеттік? Ең бірінші біз халықаралық дәрежеде, халықаралық сахнада біз өзіміздің орнымызды таптық. Мысалға 1992-93 жылдары біз осы Біріккен ұлттар ұйымы, сонымен қатар біздегі Шанхай ынтымақтастық ұйымы секілді көптеген халықаралық ұйымдарға мүше болған болатынбыз. Сонымен қатар екінші мемлекет өзіміздің жеке ұлттық валютамызды 1993 жылы 12 қарашада қаулы қабылдап, 13 қарашада айналымға енгізген болатынбыз. Яғни бұл жерде біз сіздермен Ресейдің бодандығынан кішкене толығымен айырылдық деп айтуға болады. Өйткені оған дейін бізде рубль болған еді. Келесі және үшінші ол бізде Астана қаласы, бізде мемлекеттің астанасы, сол бағанағы Алматы қаласынан бізде сол Ақмола қаласына ауысқан болатын. Ал кейін ол бізде Астана қаласы деп аталып кеткен болатын. Яғни Астанамыз нық Қазақстанның ортасына ауысқан болатын. Енді осы жерде қазақ хандығының құрылғанда мақсаттары мен Қазақстанның құрылғандағы мақсаттарын, ұқсастықтарын салыстыра кететін болсақ, бізде жалпы қазақ хандығы мен Қазақстанда екеуі де ауыр кезеңде құрылған болатын. Өте ауыр кезеңде құрылды. Және де екі мемлекетте, қазақ хандығында және де Қазақстанда екеуі де бізде ұлттық бірлігін сақтап қалды. Қазақ хандығы қазақ руларының басын біріктіріп сақтап қалды, ал Қазақстан болса түрлі этностарды біріктіру арқылы өзінің тұтастығын сақтап қалды деп айтуға болады. Және үшінші ұқсастығы және соңғы ұқсастығы бізде тәуелсіздік алғаннан кейін бізде бірден сыртқы саясатпен экономикалық реттеуге біз жақсы нәтижелерге жеткен болатынбыз. Қазақ хандығы да, Қазақстанда. Ал енді құрметті көрермендер, әсіресе оқушылар дәл осы тарихымызда болған қиын деген оқиғаларды жеңіл тілмен үйренген кезде, онда менің тегін видео сабақтарымды көруге сізді шақырамыз. Және видео сабақтар көргеннен кейін де біліміңізді бекіту мақсатында тегін әрі шексіз тест тапсыра аласыз. Оның барлықтарын біздің қосымша арқылы өте аласыз. Ал оған доступ алу үшін төмендегі сілтеме арқылы тіркелсеңіз болады.